Айырылысудан кейін қалай эмоциямызды проживать етеміз, қалай өзімізді сақтап қала аламыз. Бұл тақырып тоже өте актуальный тақырып, соның ішінде енді переходной возрастта болсын да, жалпы қыз баланың айырылысудан кейін өзін жоғалтып алуы. Бұл тақырып жаңа бастапқы тақырыптарда толықтырады да. Неге? Себебі адамның өзін жоғалтып алуы не үшін? Немесе өмір қызықсыз болып қалады. Болмаса сол адамсыз прям өмірін елестете алмайды. Дальше қалай өмір сүремін? Бауыр басып қалу бар, өткен естеліктер бар. Соның әрбір нәрсе сол қарым-қатынасты бір еске түсіреді, сол адамды есіңізге түсіре беруі мүмкін. Бұл жағдайда біз ситуациядан қалай шыға аламыз? Сізде таңдау бар да. Сіз ол таңдауды жасадыңыз. Яғни ол қарым-қатынасты тоқтатсаңыз, демек, ол сіздің уже өткен өміріңіз. Енді сізде либо осы нәрсені ойлап, огорчать етіп отырып, жылап, сықтап отыра беруге болады, либо алға жылжуға болады. Екі-ақ выбор. Екеуін біреуін жасайсыз. Бастапқы кезде это қалыпты жағдай. Даже бұл жастардың арасында емес, даже айырылысып кеткен адамдар, үйленгеннен кейінгі айырылысуының өзінде де адамдар кемінде 6 ай бойы эмоционалдық тұрғыда выгорание болады, кәдімгідей күйінеді, жылайды, өкінеді, жамандауы мүмкін, барлық эмоциясын шығарады. Ол қалыпты және ондай эмоция шығарылуы керек. Егер менде барлығы күшті болды, керемет десеңіз, қазіргі уақытта, но 3 айдан кейін болсын, мейлі ол 6 айдан кейін болсын, сізде взрыв болады. Неге? Потому что сіздің эмоцияңыз іште жиналып қалған, сіз ол эмоцияны іште сақтап жүрдіңіз, белгілі бір уақыттан кейін сол адамның басқа бір адаммен көретін болсаңыз, немесе тағы да бір жағдайларды, әңгімелерді еститін болсаңыз, онда сізде взрыв болады да. Себебі сіз ана эмоцияны проживать етпегенсіз, соның нәтижесінде бәрібір ол іштен шығады. Сондықтан да лучше эмоцияны бар кезінде шығарып тастау. Негізі қыздар бұл жағынан керемет, себебі қыздар 1 ай бойы или 2 ай бойы жылап жүруі мүмкін, подругасына барып жамандауы мүмкін, бәрібір ол эмоциясын қалай болса да шығарады. Және бірнеше айдан кейін уже ол қыз өзін жақсы ұстап, жаңа бір қарым-қатынасты бастауы ықтимал. Ал ер адамдар кішкене бұл жерде керісінше, олар дым болмаған сияқты эмоция бермей, бітсе бітті деген сияқты алып жүруі мүмкін, бірақ бірнеше айдан кейін керісінше ол сол қарым-қатынасты қайтарғысы келеді, сол уақытта оған осознание келеді және осы уақытта ол полностью эмоциясын шығарады. Когда сіз уже полностью босап, мен күшті болдым, бітті деп шыққан кезде, ол келіп сіздің есігіңізді қағады, ол іздеп келіп тұрады. Неге? Потому что бұл жерде ер адамның мышлениясы, тағы да олардың психологиясы дәл солай жұмыс жасайды. Бастапқы кезде олар жоқ екенін сезінбейді, демалады адамнан. Жаңағы ортақ әңгімелерден, болған бір жанжалдардан, жалпы миын жеген шығарсы, білмеймін, әртүрлі ситуациядан ол бір шаршады, содан психологиялық тұрғыда демалады бірнеше ай, содан кейін барып іздейді да, маған керек, қарым-қатынас не үшін бітіп қалды, неге деген сияқты ойлануы мүмкін. Либо ол ашумен айта салған нәрсе болуы мүмкін деген сияқты, ол сол қарым-қатынасты қайтарғысы келеді. Ал бұл уақытта қыздар көп жағдайда уже қалыпқа келіп жақсарғаннан кейін либо жаңа қарым-қатынас бастайды, либо жаңа қарым-қатынасқа оралуы мүмкін да. Бірақ бір нәрсені түсінуіміз керек, бұл жерде таңдау тағы да сіздің еркіңізде. Бұл ситуация қайталанып жалғаса беруі мүмкін. Егер бір рет қарым-қатынас тоқтаса, себебін анықтау керек енді. Бұл жерде мен тағы да нақты бір рекомендация қылып ешкімге айта алмаймын, себебі бұл сіздің өміріңіз. Ешқандай психолог сіз үшін шешім қабылдай алмайды. Самочувствиеңіз, сіздің ойыңыз, ішкі сезіміңіз қандай, ощущениеңіз қалай, дәл солаймен жалғастырасыз. Яғни егер бұл қарым-қатынасты қайта жалғастырғыңыз келсе. Ал жалпы алғанда бұл қарым-қатынас тоқтағаннан кейін, мен 3 ай болсын, 6 ай болсын, 1 жыл болсын, сіз сол эмоцияны толыққанды сыртқа шығару керексіз. Проживать еткеннен кейін біз түсінеміз, проживать ету, это понятие, что біз алға бара жатырық деген сөз. Өткенге орала беру, ол ешқандай сізге польза алып келмейтінін түсініңіз да. Мейлі сіз ол қарым-қатынасы қандай күшті болды, керемет болды деп айта берсеңіз де, ол нәрсеге оралғаннан кейін бұрынғыдай болмайды. Бір рет сынған енді шынның өзін айтамыз, біз қайта қалпына келтіре алмаймыз. Дәл солай да ол қарым-қатынас қайта бұрынғыдай болмайды. Сондықтан да алға жүретін болсаңыз,
бұл жақтан керісінше ресурс алыңыз. Есіңізде жақсы естеліктерді сақтаңыз. Менің басымнан осындай керемет эмоциялар өтті, керемет жерлерге барған шығарсыз, бірге саяхаттаған шығарсыз. Соның барлығын, ортақ болған дүниелердің барлығын плюс қылтып алыңыз өзіңіз үшін, және ол жақтан энергия алыңыз, жақсы энергия алыңыз. Бұл үшінші этап негізі жүретін. Біз бірінші трезво қабылдауымыз керек. Бізде болды бұл ситуация, біз айырылыстық, бітті, демек мен бұны қабылдаймын, бұл маған керек болды. Осы айырылысу арқылы мен қиналған шығармын, маған прямо қарым-қатынастың барлығы жаман, барлық ер адамдар жаман сияқты болып көрініп кеткен шығар. Бастапқы кезде бұл нормально. Содан кейін түсініңіз, тағы да бізде таңдау еркі бар. Сізбен бір рет осылай поступать етсе, сізді бір рет сатып кетсе, немесе сізде бір рет жаңағыдай көңіліңізді қалдырса да адам, сіз ойлағандай болмаса, демек бұл қарым-қатынас маған бір нәрсені түсіндірді. Белгілі бір сабағы бар да, бізге түсіндіру керек. Осы сабақты алып, осознать етіп түсініп алсаңыз өзіңіз үшін, не үшін осы айырылысу маған керек болды? Осы сұраққа жауап беріңіз өзіңіз үшін. Осы айырылысудың арқасында, осы ер адамның арқасында мен нені ұқтым, нені алдым. Даже бізде айтады ғой, жаңа тағы да бұл өмірлік сценарий, бұл біздің әкемізбен болған қарым-қатынасымызды көшіруі мүмкін, немесе анамыздың установкасын подтверждать етіп беру мүмкін, да, мысалы, өмірде реальностьпен келіп бізге дәлелдеп беру мүмкін. Осыны көріп алғаннан кейін, уже мен екінші қарым-қатынасымда мен жаңа өткен нәрсенің қателігін жібермеймін. Либо антисценарийға кетемін, мүлдем басқаша қарым-қатынас құрамын, либо мүлдем қарым-қатынасқа блок қойып тастауым мүмкін. Блоктан сақтаныңыз. Барлық ер адам бірдей емес. Себебі бұл жағдайда, яғни сіз қанша жерде қиналып тұрсаңыз да, сіз сияқты миллиондаған қыз бар да. Бұл жерде енді жай ғана айырылысу үшін емес, ажырасу тұрғысынан айтып жатырмын да. Егер айырылысып кеткен адамдар бар, олар көп жағдайда қайтадан жаңа қарым-қатынасқа бара алмайды. Себебі доверие кетіп қалады, адамға дейтін сенім кетіп қалады, екінші рет сене алмай тұрады да. Ал сенім болу үшін сіздегі ішкі сенімділікті көтеру керек. Сіз неғұрлым өз-өзіңізге сенімді боласыз, сол кезде уже адамдарға да сенім білдіресіз. Бізге айтады ғой, жалпы әлемге сен, адамға сен, сенім білдіру ол ең басты құрал, ең басты дүние қарым-қатынастағы. Сенім болмаған жерде еш нәрсе жүрмейді. Сенбеу, адамға сенбеу, ол примерно Аллаға сенбеу. Бізде жалпы психологияда айтады, мир заботится обо мне дейтін фраза бар. Яғни әлем маған бір қамқорлық жасайды, менің бір жағдайымды жасап қойған. Дәл осындай ойы бар, нақты бір установкасы бар адамды, шынымен де оның барлық жағдайын жасап қойған. Адамға сенбеу, сіздің алдыңызға келіп тұрған әрбір адамнан сезіктеніп, күдіктеніп, қайта соған тиісіп тұратын болсаңыз, онда шын мәнінде жалғыз қалып кетесіз. Сол уақытта қатты күйзеліске дейін барады адам. Күйзеліс бұл просто эмоцияның тығып тастауынан бастайды. Жаңа егер эмоция толық проживать етілсе, адам депрессияға да, күйзеліске де, стресс, ауру деген нәрсеге кетпейді. Эмоцияңыз проживать еттіңіз, қабылдадыңыз, осознать еттіңіз, сабақ алдыңыз, және жаңа қарым-қатынасқа бара берсе болады. Адамдарға сенім ешқашан жоғалмауы керек. Сізбен солай поступать етсе, сізбен болған қарым-қатынас бітіп қалса, демек солай болу керек болған. Бір ғана жауап ең дұрыс және ең нақты деп айтсақ болады. Себебі бұл да біздің бір ішкі установкамыздың көрінісі. Яғни маған берілген, қоғаммен берілген, ата-анамен берілген, мектеппен берілген бір қағиданы мен өзім үшін дәлелдеп, сол қарым-қатынасты аяқтауым мүмкін. Ол жақсы да емес, жаман да емес. Психологияда жақсы жаман деген дүние жоқ. Бастысы сіздің сезіміңіз. Бізде айтады ғой, қазіргі заманда айырылысу, ажырасу өте көп, нежели бұрынғы замандарға қарағанда. Бұрынғы заманда адамдар ажыраспайтын еді. Себебі неде? Себебі ол жерде адамдар баста асыраушы ер азаматын көрді бір. Екіншіден балалары үшін ғана өмір сүріп келді. Ал қазіргі 21-ші ғасырда да, мысалы, X поколение емес, мысалы, именно жастардың Z поколенияда, бұлар түсінеді өздерінің құнды екенін, өздерінде таңдау бар екен біледі, және біреудің артында жертва болып жүргісі келмейді. Сондықтан да ажырасу қазір өте көп. Себебі адам
ажырастым деген сөз, демек мен өзімді таңдадым деген сөз ғой. Мен ана адамның қызығушылығында үнемі хатико болып либо күтіп жүрмеймін да, ол адамнан маған бір нәрсе жасап берсін, бүйтіп берсін, сөйтіп берсін деп күтіп жүрмеймін. Либо мен вечно страдать етіп жүрмеймін да, одан тирания да, мысалы қорлық көріп, зорлық көріп, оның бір манипуляциясын, бір ауыр сөздерін естіп жүрмеймін. Мен лучше жаным тыныштығын қалаймын деп адамдар айырылысады. Демек, бұл жерде сіз өзіңізді таңдап тұрсыз, алға ғана жүруді ойлаңыз. Сіз страдать ете беруіңізге болады, мейлі, бар, я, ондай қыздар да, я, келіншектер де 10 жыл болсын, 20 жыл болсын сіз страдать етіп отыра берсеңіз болады. Маған осылай жасады деп. Бірақ бұл кішкентай баланың ғана позициясы. Егер зрелый, осознанный, ересек адам ондай дүние жасамайды. Ол алға жүру керек екендігін біледі. Сондықтан да айырылысудан кейін өмір бітіп қалмайтынын анық білсеңіздер екен. Екіншіден, кез келген қарым-қатынастың түбі либо ол мықты берік отбасыға айналады. Түбінде бұл отбасылық кризистер да болады, енді бұл мүлдем бөлек тақырып. Дегенмен либо ажырасумен бітеді. Сондықтан да бұл екеуі де қалыпты нормадағы результат деп айтсақ болады. Айырылысып жатқан бірінші сіз емес, және сіз соңғыда емес, бірақ бұл ақталатын дүние емес. Дегенмен өзіңізді терек етпеу керексіз, себебі сіздің өмірде, жалпы сіз өмірде біреусіз, сіз сияқты адам ешқашан қайталанбайды, және сіздің өміріңіз тек қана сіздің қолыңызда. Назарларыңызға рахмет.